Сәлем достар, YouTube-та қарапайым экономика арнасы. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша Түркия туралы, анығырақ айтқанда, түрік елінің экономикасы және экономикаға әсер етуші фактілер жайлы айтамыз. Бұл видео тек қызықты фактілерден тұрмайды, бұл кішігірім талдау және зерттеу видеосы десек те болады. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіз, ұнаса лайк басып қойыңыз. Сіздің лайктарыңыз арқылы біз өсеміз. 2022 жылғы бюджеті 2 триллион лира болатын экономикаға талдау жасау әрине оңай емес. Түркияның осы, яғни 22 жылғы бюджеті 2 триллион түрік лирасы, бұл шамамен 52 триллион теңге. Түркия туралы алып қашпа әңгіме көп, түрлі стереотиптер де қалыптасқан, әсіресе туризм туралы. Мысалға, ресейлік туристер болмаса, Түркияның туризм мен экономикасы құлайдымыз. Бұл шындық па? Видеоның барысында Түркияның экономикасын жөн төткендей талдайтын боламыз. Сонымен, Түркия жердің дәл ортасында орналасқан мемлекет. Бұл сөзіміз бір түрлі естіледі, алайда бұл асыра сілтеу емес. Түркия Еуропа мен Азияда орналасқан, Африкада ұзақ емес. 4 теңізге шыға алатын ел. Жерорта теңізіне, Өлі теңізге, Қызыл теңізге, Мраморлы теңіз шығар жолы бар. Өткен видеода елдің экономикасына оның географиясы үлкен әсер етеді деп едік қой. Енді Түркияның құрлықта қай елдермен шекараласатынын тыңдаңыз. Олар Болгария, Грузия, Армения, Әзербайжан, Иран, Ирак, Сирия, Греция. Көршіге бай екен деп отырсыз ба? Ал енді теңіз арқылы қай елдермен шекараласатынын көріңіз. Олар Румыния, Кипр, Украина және Ресей Федерациясы. Түркияның көршілері іш пыстырмайды. Жалпы Түркияның географиялық орналасуы экономикалық өсім үшін аса қолайлы. Алайда әлемдік экономистер Түркия экономикасы өте аурушаң. Планетада біреу түшкірсе, Түркияның экономикасы ауырып қалады деп әзілдейді. Бұған себеп жоқ емес. Себебі әрине Ресей мен Украина, Армения мен Әзербайжан, Иран мен Ирак, Сирия, Греция. Бұның бәрі әрине Түркияның экономикасына әсер етеді. Айтпақшы, Түркия туралы шығарылым 2 бөлімнен тұрады. Келесі бөлімде біз Түркияның сыртқы саясаты, әскери әлеуеті жайлы және осы фактілердің Түркияның экономикасының әсері жайлы айтамыз. Екінші бөлімді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліңіз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал қазір біз Түркияның әлемде 17-ші орында тұрған экономикасы жайлы талдауымызды жалғастырамыз. Түрік экономикасы көп салалы экономика. Оларға құрылыс саласы, автоөнеркәсібі, химиялық өнеркәсіп, текстиль мата өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, қазба байлығы, азаматтық авиация саласы және әрине туризм саласы жатады. Енді осы салалар жайлы жеке-жеке талқылайық. Құрылыс саласы. Түріктер өз елдерінде де, шет елдерде де құрылысқа өте шебер. Әлемнің екінші құрылысшылары мәртебесін иемденуде. Номері бірінші құрылысшылар әрине қытайлар. Түріктер қалалар үшін аса маңызды әуежайлар, қонақ үйлер, жолдар мен көпірлер салуға шебер. Түркиядағы ең үлкен қала Стамбулдың құрылысының өзі таңғалдырады. Европа мен Азияның ортасында орналасқан бұл қаланың ұзындығы 150 км, ал ені 50 км. Стамбулда 15 миллионға жуық адам тұрады. Бұл 83 миллион халқы бар Түркияның 20% десек те болады. Европадағы ең халқы тығыз қала десек те қателеспейміз. Стамбулға қарап, Түркияның құрылыс саласының әлеуетін білуге болады. Айтпақшы, Стамбул 4 империяның астанасы болған. Олар Рим империясы, Византия империясы, Осман империясы және Латын империясы. Бүгінде астана мәртебесінен айырылған Стамбул ел астанасы Анкарадан 3 есе үлкен. Түркияда 2017 жылғы 1 миллион 400 мың пәтер салынған. Түркияның құрылыс компаниялары шет елдерде құрылыс жүргізуге де құмар. Олар көбіне қазба байлыққа бай, дамушы елдерді таңдайды. Орталық Азия елдері, Өзбекстан мен Түркменстанды және Ресейде құрылыс жүргізуге құмар. Қазақстанда да көп құрылысқа солар жауапты болған. Мысалға, бір ғана Символ түркиялық компаниясы Астана қаласында Хан Шатыр ойын-сауық орталығын, Астана Арена спорт кешенін, Бейбітшілік және келісім сарайын, Алау мұз айдынын, Назарбаев университетін, Әзірет Сұлтан мешітін, Ұлттық әскери академияның ғимаратын, Эксподағы Нұр әлем сферасын, Казмедиа орталығын, Нұрлы жол вокзалын, Назарбаев орталығын, кеше ғана ашылған бас мешітті салды. Бір ғана компания. Компанияның басшысы Феттах Таминже, Түркияның азамат. 2014 жылы Астана қаласының құрметті азаматы орденін алды. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Әбішұлының қолынан. Бұдан бөлек бұл компанияның Қазақстан бойынша алған құрылыс объектілері аз емес.
5 жұлдызды Риксис қонақ үйлерінде осы Феттах Таминженің компаниясы салды. Каспий жағалауындағы, Бурабайдағы, Шымкенттегі, Астанадағы Риксис президент қонақ үйінде, тіпті Түркістандағы керуен сарайды да осы түрік компаниясы салды. Тегін емес әрине. Тек керуен сарайдың құрылысына 39 миллиард доллар қаражат жұмсаған едік. Ал Символ компаниясы Қазақстандағы ең көп салық төлейтін құрылыс компаниясы болып саналады. 2017 жылғы салық мөлшері 17 миллиардты құраған. Бұл түсінікті ғой. Бір ғана объектіден 39 миллиард доллар тапсырыс алған компания үшін. Түріктердің құрылыс саласындағы дамуына қуанғың ақ келеді, алайда елден сыртқа кеткен миллиардтар ай дейсің де. Сіз бекем болыңыз, біз әлі туризм жайлы бастағанда жоқпыз. Көңіл күйді түсірмей келесі салаға ауысайық. Химиялық өнеркәсіп саласында Түркия озып келеді. Европада бояу, яғни краска шығару бойынша 6-шы орында, ал пластик өндірісі бойынша 3-ші орында. Түркияның химиялық өнеркәсібінің негізгі тұтынушылары Европа елдері. Ал енді Түркияның көлік құрастыру саласы жайлы айталық. Түркия әлемде көлік өнеркәсібі бойынша 15-ші орында, ал Европада 5-ші орында. Көлік өнеркәсібі бойынша Европада Түркиядан озған 4 ел бар. Олар Германия, Испания, Франция, Ұлыбритания. 5-ші орында Түркия. Бұл жаман көрсеткіш емес. Бұл ел көлік құрастыруда Чехиядан, Ресейден, тіпті Италиядан да озып тұр. Осыдан 15 жыл бұрын 370 мың көлікті бір жылда өндірген болса, бүгінде бір жылда 1,5 миллион көлік жасауда. Бұдан бөлек әрине қосалқы бөлшек өндіру саласы да алдыңғы қатарда. Түркия көлікті шет елдер үшін жасайды. Анағырақ айтсақ, әрбір 4 көліктің 3-еуін экспортқа жібереді. Соның арқасында Түркияның жалпы экспортының 16%-ын көлік өндіру саласы құрайды. Түркиядағы ең көп өндірілетін көлік маркалары Renault, одан бөлек Ford, Fiat, Hyundai, Toyota, Honda, Opel, Daimler, Isuzu, MAN маркасындағы көліктер өндіріледі. Осы маркадағы өндірілген көліктерін түріктер әлемнің 100 еліне сатады. Ең негізгі тұтынушысы Франция, Италия және Германия. Көлік саласында ғана емес, ұшақ саласында да түріктер алда. Turkish Airlines компаниясы әлемнің 120 еліне рейс жасайды. Бұл жағынан әлемде 1-ші орында. Картадан Turkish Airlines'тың ұшып баратын елдерін көріп тұрсыз. Turkish Airlines компаниясының бөлек түріктер өз аэропортымен де мақтана алады. 3 аэропорты бар. Стамбул қаласында ең үлкен аэропорт бар. Әлемдегі ең үлкен аэропорт. Аэропорт толық қуатына жылында 150 миллион адамды қабылдай алады. Түріктер осы әуе қақпасын салуға 10 миллиард доллар қаржы жұмсаған. Тіпті қазірдің өзінде бұл аэропорт Европадағы авиа орталығына айналуда десек те болады. Соның арқасында Түркия туризм жылдан жылға дамытуда. Ал қазір біз сізге Түркияның экспортының 16%-ін құрайтын текстиль, мата, киім-кешек өнеркәсібі жайлы айтамыз. Үйге қажетті текстиль өндірісі бойынша Түркия Европада 1-ші орында, ал әлемде 4-ші орынды иеленеді. Түркия әлемнің 172 еліне текстиль өнімдерін сатады. Түркия текстилін ең көп сатып алатын ел Германия. Бұл ел Түркияның текстилінің 25%-ын жалғыз өзі сатып алады. Бұл бизнес түрінен түріктер шынымен де алда. Мысалға, бір жылда Түркияда жасалған перделердің салмағы 300 мың тоннаға жетеді екен. Бұл саладағы қазіргі әлеуетіне Түркия соңғы 15-20 жылда тез өсім арқылы жетті. Әрине, Түркияның бұдан бөлек энергетика саласы, қазба байлық саласы және туризм саласы бар. Әлі сыртқы саяси байланыстары да ел экономикасына әсер етуде. Видеоның екінші бөлімінде түрік лирасының құнсыздануы жайлы, Түркияның әскери әлеуеті мен шет елдердегі әскери базалары туралы айтамыз. Келесі бөлімді жіберіп алмаңыз. Ал қазір арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.